Топырақтың ылғалдылығы мен мұз қабаттарынан бастап, өз ағзамыздың әрбір жасушаларына дейін барлық жерде су бар. Адам өмір сүру жері, дене салмағы, жасы, жынысы сияқты факторларға байланысты ағзасы 55-60% судан тұрады. Ал жаңа дүниеге келген нәрестенің денесі 75% судан тұрады. Сол себепті олар балықтар сияқты оңай жүзе алады. Сонымен су біздің денемізде қандай рөл атқарады? Біздің денеміздегі су буындарды жұмсартады және майлайды, температураны реттейді, әрі ми мен жұлынды нәрлейді. Ағзада барлық жасушаларға ылғал жеткізіп, олардың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Ересек адамның миы мен жүрегінің 4-3 бөлігі судан тұрады. Тіпті құрғақ болып көрінетін адам сүйектері 31% судан құралады. Егер біз онсыз да судан тұрсақ және сумен қоршалған болсақ, неге бәрібір де суды көп ішуіміз керек? Күн сайын біз терлеп, зәр шығару және ішек қозғалысы, тіпті тыныс алу арқылы 2-3 литр сұйықтық жоғалтамыз. Ал осы маңызды функцияларды атқару үшін кеткен судың орнын толтыру қажет болады. Өйткені су жеткіліксіз болған жағдайда ағза сусызданып, бүйрек пен жүрек қан тамырлары жүйесінің бұзылуына, тіпті соңында өлімге әкелуі мүмкін. Егер ағзада судың мөлшері төмен болса, мидың сенсорлық рецепторлері арнайы антидиуретикалық гормондар бөледі. Аталған гормондар бүйрекке еніп, қанның суды көбірек ұстап тұруына белгі береді. Нәтижесінде концентрацияланған қара қоңыр түсті зәр пайда болады. Сусыздану энергияның, көңіл-күйдің, терінің ылғалдылығы мен қан қысымының айтарлықтай төмендеуіне, сондай-ақ ақыл-ой қабілеттерінің нашарлауына әкеп соғады. Ал сусыздандырылған ми қалыпты миға қарағанда уақытша тиімді жұмыс атқармайды. Тіпті суды шамадан тыс тұтынсаңыз да зиян. Ғылыми тілде оны гипергидратация, халық сөзімен сусамыр дейді. Жоғарыда айтқанымыздай, су жетіспегенде ми қанға белгі беру арқылы суды денеде ұстап тұрса, шамадан тыс ылғалданған ми судың қанға бөлінуін баяулатады, немесе тіпті тоқтатып тастайды. Денедегі натрий электролиттері сұйылтылып, жасушалардың ісінуіне әкеледі. Ал кейбір жағдайларда бүйрек тым сұйық зәрдің көлеміне төтеп бере алмай, судың интоксикациясы, яғни ағзамыз судан уланып бастайды. Бұл бас ауруын, құсуды және тіпті кейде өлімді тудыруы мүмкін. Яғни суды артығымен ішкенде ағзамыз су деңгейін реттеуде қиындықтарға тап болады. Күнделікті өмірде таза ауыз суға қол жеткізу оңай болғандықтан, денені ылғалдандыру қиындық тудырмайды. Бірақ денсаулықты сақтау үшін бізге қанша мөлшерде су ішу керек? Ағзаға керек судың мөлшері біздің салмақ пен бойымызға және жынысымызға байланысты әртүрлі. Бірақ орта есеппен алғанда 1 килограмм салмаққа 33 мл су ішеміз. Сонда егер мәселен салмағыңыз 50 кило болса, оны 33 мл-ге көбейтесіз. Тең 1650 мл, яғни 1,5 литр су ішу керек. Бұл шай мен кофеден бөлек таза ауыз су болу қажет. Сондай-ақ таңертең аш қарынға 1-2 стақан жылы суды ішуді әдетке айналдырғаныңыз абзал. Жылы су асқазан ішек жолдарын іске қосып, метаболизмді жақсартады. Егер сіз салауатты өмір салтын ұстанып, белсенді қимылдайтын болсаңыз, одан да көп мөлшерде суды қажет етуіңіз мүмкін. Және керісінше, көп қозғалмайтын болсаңыз, ұсынылған мөлшерден аз тұтынуыңыз да заңдылық. Суды аз ішетін адамдарға құлпынай, қияр, орамжапырақ, брокколи сияқты жемістер мен көкөністерді жеу ұсынылады. Мұндай қоректік заттардың 90%-дан астамы судан тұратындықтан, олар ағзаға қажет судың орнын толтыра алады. Кофе немесе шай сияқты басқа сусындар да сұйықтықтың орнын толтырады. Алайда су сұйықтықтың ең пайдалы көзі болып есептеледі. Жалпы суды дұрыс ішу бірқатар ұзақ мерзімді артықшылықтарға алып келеді. Мәселен, инсульт қаупін азайтады, тәбетті басады, қант диабетін басқаруға көмектеседі және қатерлі ісіктің кейбір түрлерінің даму қаупін азайтады. Ең бастысы, су сіздің күні бойы өзіңізді қалай сезініп, ойлау және жұмыс істеуіңізге айтарлықтай әсер етеді. Сондықтан су ішу сияқты қарапайым қолжетімді әрекетті жасауды ұмытпаңыз. Ақпарат пайдалы болса, қазақ тілді танымдық арнаға жазыла кетіңіз.